Хатиконың оқиғасы бүкіл әлемнің жүрегіне батқан болатын. Алайда ол өзінің сүйікті егесінен айырылып қалған жалғыз ит емес. Қуанышқа орай барлық оқиға Хатико секілді аянышты аяқтала бермейді. Күтпеген кездейсоқтық салдарынан Стивен Роджер өзінің екі сүйікті итін жоғалтып алады. Олар үйден қашып кетіп, оларды аямаған көрші фермерлеріне барған. Біреуі сол жерде өліп кетсе, ал екіншісі қашып кете алыпты. Егесі үмітін сөндірмей қала шарлап итінің суреттерін іліп жүрген, тауып қалатын шығармын деген үмітпен. Алайда жылдар өтіп ешқандай қуанышты жаңалық келе қойған жоқ. Арада тек 8 жыл өткесін ғана Стивенге таныс емес адамдар хабарласып, Кавиканы көргендерін хабарлайды. 500 шақырымды еңсеріп Стивен ақыры дегенде өзінің досын табады. Оның жағдайы мәз болмапты. Егесінсіз қалған ит аштықтан азып тозған. Бұл оқиғадағы таңғаларлығы қанша жыл өткеніне қарамастан иттің өз егесін танып, оны көргеніне қатты қуанғаны. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар